15 мамыр халықаралық отбасы күні. Аталған күн 1993 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясының шешімімен бекітілген болатын. Ал 1994 жылы отбасы күні алғаш рет атап өтілді. Бұл күнді белгілеудің себебі түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туындаған екен. Біріккен Ұлттар Ұйымы сарапшыларының пікірі бойынша, бір отбасындағы негізгі құқықтарға көз жұма қарау, ондай проблемаларды елемей, құқықты белден басу тұтастай адамзаттық отбасына да қауіп төндіре түседі. Бұл күнді белгілеу әлемдік қауымдастықтың отбасының қазіргі жағдайы мен оның қоғам өміріндегі және өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі маңызына алаңдаушылық туғызуына орай жүзеге асып отыр. Отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасы бірлесіп күн көретін, туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді қажеттіліктерді қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы. Отбасының маңызды сипаты оның қызметі, құрылымы және динамикасы болып табылады. Отбасы құрылымы отбасының құрамы мен санынан, сонымен қатар оның мүшелері арасындағы өзара қарым-қатынастарының жиынтығынан тұрады. Отбасы құрылымын талдау, отбасы қызметінің қандай жағдайда жүзеге асуы жөніндегі сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік туғызады. Отбасыда кім басшылық етеді және кім орындаушы, отбасы мүшелерінің арасындағы құқықтар мен міндеттері қалай бөлінген деген сияқты. Отбасы құрылымының бұзылуы бұл оның қызметінің отбасымен орындалуына қиындық тудыратын және кедергі келтіретін құрылымдарының ерекшеліктері болып табылады. Мысалы, ерлі-зайыптылар арасындағы шаруашылық тұрмыстық міндеттердің тең бөлінбеуі өзара қарым-қатынас құрылымының бұзылу негізінде ілгері басады. Яғни, маңызды міндеткерлікті алған соң ерлі-зайыптылардың қажеттілік қатарының қанағаттануына кедергі жасайды. Жеке күшті бұрынғы қалпына келтіру, рухани қажеттілікпен қанағаттандыру. Сол себептен отбасындағы қарым-қатынас құрылымының бұзылуы оның түрлі қызметінің отбасымен орындалуына кедергі келтіретін отбасылық қақтығыстар екенін мойындау керек. Отбасының тәрбиелік қызметі. Отбасының тәрбиелік қызметі ана және әке болуда. Балалармен қарым-қатынаста, оларды тәрбиелеуде, балалардың өз бетімен өсуі кезіндегі жеке қажеттіліктің қанағаттануынан тұрады. Отбасы қоғаммен байланысы бойынша өсіп келе жатқан ұрпақтардың әлеуметтенуін, қоғамның жаңа мүшелерін дайындауды қамтамасыз етеді. Отбасының шаруашылық тұрмыстық қызметі. Отбасының шаруашылық тұрмыстық қызметі отбасы мүшелерінің материалдық қажеттіліктерінің, олардың денсаулығының сақталуына әсер етуінің қанағаттандырылғанынан тұрады. Отбасының осы қызметінің орындалу барысында еңбек ету кезінде жұмсалған жеке күшті бұрынғы қалпына келтіру қамтамасыз етіледі. Отбасының эмоционалдық қызметі. Отбасының эмоционалдық қызметі оның мүшелерін ұнатушылық, сыйлаушылық, мойындаушылық, эмоционалды қолдаушылық, психологиялық қорғаушылық қажеттіліктермен қанағаттандыру. Осы қызмет қоғам мүшелерінің эмоционалды тұрақтануын, олардың психикалық денсаулығының сақталуына әсер етуді қамтамасыз етеді. Рухани қарым-қатынас қызметі. Рухани қарым-қатынас қызметі бос уақытты бірлесе өткізу, екі жақты рухани байыту қажеттіліктермен қанағаттандыру. Бастапқы әлеуметтік бақылау қызметі. Бастапқы әлеуметтік бақылау қызметі отбасы мүшелерінің әлеуметтік мөлшерінің орындалуын, оның ерекшелігі, егер кімнің түрлі жағдайда күші бар болып, әлеуметтік мөлшермен толық сәйкес өзінің мінез-құлқын өз бетімен тәрбиелей алатын қабілеттің жеткілікті деңгейінде меңгере алмаған жағдайда қамтамасыз етеді. Сексуалды эротикалық қызметі. Сексуалды эротикалық қызметі отбасы мүшелерінің сексуалды эротикалық қажеттілігін қанағаттандыру. Қоғамның көзқарасымен қарағанда маңызды болып, отбасы сонымен қатар отбасы мүшелерінің сексуалды эротикалық мінез-құлқын реттеуді қоғамның биологиялық ұдайы өсуін қамтумен іске асырады. Отбасы қызметінің бұзылуы бұл қиындық туғызатын немесе оның қызметін отбасымен бірге орындауға кедергі келтіретін тіршілік қарекетінің осындай ерекшелігі болып саналады. Өте кең шеңбердегі факторлар бұзушылыққа мүмкіндік туғызады. Оның мүшелерінің жеке ерекшеліктері, олардың арасындағы өзара қарым-қатынас, отбасы тіршілігінің анықтылығын
жағдайы. Мысалы, отбасының тәрбиелік қызметінің бұзылу себебінен оның ілгері басуы және ата-аналарының сәйкес білім мен дағдысының болмауы, олармен қарым-қатынастың бұзылуы мүмкін. Тәрбиелеу жөніндегі қақтығыстар отбасының басқа мүшелермен басқа жағына кедергі келтіруі мүмкін. Отбасылық құндылықтар дегеніміз бір-бірін сүйіп қосылған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданылатын ежелден келе жатқан салт дәстүрі. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Бұдан басқа адамдар отбасылық құндылықтарды басты 3 топқа бөледі. Олар дәстүрлі, қазіргі, тәрбиелі отбасылық құндылықтар деп аталады екен. Дәстүрлі отбасылық құндылықтар. Адамдар отбасылық құндылықтар дегенде естігенде көз алдарына бірден құндылықтар түсіп, бір-бірімен ортақ тіл таба алады. Бірақ дәстүрлі отбасылық құндылықтардың әртүрлі болғанына байланысты адамдар осы тақырыпта ортақ тіл таба алмайды. Дәстүрлі отбасылық құндылықтар дегеніміз қарт адамдардың жас отбасыға берген ақыл кеңестері. Қазіргі таңдағы жас отбасылардың ажырасу статистикасы өскеніне байланысты жас отбасыларға олардың дәстүрлі отбасылық құндылықтары туралы теледидардан, ғаламтордан көруге болады. Әр отбасыда бұл құндылықтар әртүрлі, бірақ олардың ұқсас жақтары да бар. Мысалы, кез келген жанұяда дінді сақтау, некені бұзбау, ұрпақ жалғастыру, балаларды тәрбиелеу деген дәстүрлі отбасылық құндылықтар ортақ болады. Қазіргі отбасылық құндылықтар. Қазіргі таңда отбасылық бұрынғы салт дәстүрді ұстануда. Бірақ сол ұстанымның өзгеруіне байланысты олар әр отбасыда әртүрлі. Ол ұстанымның өзгеру себептері заманның өзгеруіне байланысты. Себебі әр замандағы адам әртүрлі. Мысалы, бұрынғы замандағы отбасы құндылықтармен қазір өмір сүру мүмкін емес. Бұрын адамдар әйелдеріне орамалды сыйға тартса, қазіргі жас отбасылар бір-біріне гүл немесе көйлек сыйлайды. Сонымен қатар қазіргі отбасылық құндылықтарға махаббат, сенім, түсіністік және тағы да басқа жатады. Тәрбиелі отбасылық құндылықтар. Отбасылардың басты мақсаты бақытты ғұмыр кешу. Адамдар некеге тұрғанда көптеген жанжалдарды бастарынан өткереді. Бірақ олар өз қателіктерін кешіріп, қайта бірге болады. Оларды біріктіретін құндылық тәрбиелі отбасылық құндылықтардың бірі болып табылады. Тәрбиелі отбасылық құндылықтарға құрмет, естеліктер жатады. Отбасы түрлері және оның ұйымдары. Балалардың санына байланысты. Баласыз индифрилді отбасы, бір балалы отбасы, кішкентай отбасы, орташа балалы отбасы, көп балалы отбасы. Құрамына байланысты қарапайым немесе ядролық отбасылары бар немесе балалар жоқ ата-аналар ұсынған бір ұрпақтан тұрады. Қазіргі қоғамдағы ядролық отбасы ең көп таралды. Ол болуы мүмкін. Бастауыш 3 мүшеден тұратын отбасы, күйеуі, әйелі және баласы. Мұндай отбасы өз кезегінде болуы мүмкін. Толық 2 ата-ана да, кем дегенде 1 бала да бар. Толық емес балалар бар, бір ғана ата-анадан тұратын отбасы немесе балалар жоқ ата-анадан тұратын отбасы. Құрамы бірнеше бала тәрбиелеп отырған толық ядролық отбасы бірнеше қарапайым адамдардың конъюнктурасы ретінде қарастырған үшін. Күрделі отбасы көп ұрпақты отбасы. Оған ата-әжелер, бауырлар мен олардың әйелдері, әпкелері мен күйеулері, жиендер мен жиендері кіруі мүмкін. Бір жынысты отбасы бір жыныстағы 2 адам құрған отбасы. Әке белгілі бір баланың еркек жынысындағы ата-анасы. Әке отбасыда маңызды рөл ойнайды. Себебі әке отбасының тіреуі болып табылады. Кейбір елдерде әке деген атқа ие болу үшін үйленуі тиіс. Бірақ басқа елдерде мұндай заң жоқ. Мысалы, ақш-тың 16% жалғыз әкелер екен. Ана отбасыдағы ең басты адам. Ана отбасы бағушысы деген атқа ие болған. Ананы көптеген әдебиеттерде қолданады. Жұмақтың кілті ана табанының астында деп бекер айтпаған. Бала ата-ананың перзенті. Ата-ана үшін бала әрқашан қымбат. Ата баланың ата-анасының әкелері. Ата немере үшін қымбат. Себебі әрбір бала ата тәрбиесін көрген.
Әже баланың ата-анасының анасы. Әже немере үшін өте қымбат. Ол туралы жазушылар көптеген кітаптар жазған. Мысалы, Бердібек Соқпақбаевтың Әжесінің баласы деген кітабы бар. Кітап сюжетіне сенсек, өткен ғасыр балалары әже айтқан ертегісіз ұйықтамайтын болған. Туысқандар белгілі бір баламен ДНК-сы сәйкес келетін адам. Мықты және бақытты отбасы бүкіл қоғамымыздың, бүкіл мемлекетіміздің табысты дамуы мен өркендеуінің негізі. Отан отбасынан басталады деп жатамыз. Жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы. Өйткені ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің. Отбасы ол да бір шағын ғана мемлекет. Отбасы тіршілігінің ежелден қалыптасқан заңы бойынша оны отағасы, ол болмаса отанасы, одан қалса үлкен аға не әпке басқарады. Олардың сөзін, ұйғарымын өзгелер жерде қалдырмайды. Әрбір ересек адам өзі бақытты болу үшін ең бастысы өзгелерді, оның ішінде бірінші болып балаларды бақытты ету керек екендіктерін білулері қажет. Бала отбасының жылуын, қолдауын сезінгенде ғана бақытты болып ержететінін білеміз. Мұның бәрі неге қозғап отырмыз? Себебі бүгін жарық дүниедегі ең жақын жандарыңыздың төл мерекесі екен. 15 мамыр халықаралық отбасы күні. Отбасының жемісі тәрбиелі ұл қызы демекші, мақтан етер, дендері сау, саналы, иманды ұрпағымыз көбейсін. Ұрпағына мақтаныш болар, қазыналы қарттарымыз көп болсын. Қазақтың әр отбасының керегесі кең, шаңырағы берік, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 15 мамыр отбасы күні құтты болсын. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.